Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде 3-ші бөлім, уақыт бөлімі, 1-ші сабақ, сағат 12 болды. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами начинаем 3-й раздел, 1-й урок. Часы показывают 12 часов. Подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова. Напишите в словарь и выучите. Сағат неше? Который час? Сколько времени? Тура. Ровно. Қалды, осталось, кетті, прошло. Менімен бірге оқы, прочитай вместе со мной. Менің сағатым, сенің сағатың, сіздің сағатыңыз, оның сағаты. Бұл тәуелдік жалғауы. Ребята, это притяжательное окончание. Обратите внимание на окончание. Если слово у нас твердое, добавляем твердое окончание. Мені тыңда да есіңде сақта. Ребята, послушайте внимательно и запомните. Сейчас я буду объяснять, как говорить время. Если показывает ровно 12, мы используем слово тура. Тура 12. Если половина, мы используем слово жарым. Например, если 11:30, 11 жарым. Или же 14:30. Это 2:30, 2 жарым. А если время показывает 10:10, это 10 минут 11, то мы на казахском говорим оннан 10 минут кетті. Прошло, получается 10 минут. Келесі следующее. Если осталось, то мы используем слово қалды. Если без 5 час, мы говорим бірге 5 минут қалды. Келесі тапсырма. Суреттерге қара, оқы. Посмотри на картинки и прочитай. Мынау менің сағатым. Сағатым 12 болды. Мен кітап оқимын. Это мои часы. Мои часы показывают 12 часов. Я читаю книгу. Мынау менің сағатым. Сағатым 2-ге 10 минут қалды. Мен тамақ ішемін. Это мои часы. Сейчас время без 10:02. Я буду кушать. Мынау менің сағатым. Сағатым 10-нан 10 минут кетті. Мен футбол ойнаймын. Это мои часы. У меня часы показывают 10 минут 11. Я играю в футбол. Келесі тапсырма. Сандарды сөзбен айт, сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы, повторяй за мной. Сағат неше болды? Который час? Сағат 1 болды. Повторяй. Сағат 2 болды. Сағат 3 болды. Сағат 4 болды. Сағат 5 болды. Сағат 6 болды. Сағат 7 болды. Сағат 8 болды. Сағат 9 болды. Сағат 10 болды. Келесі тапсырма. Оқы, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жаз. Сначала прочитай, вместо многоточий вставь правильные окончания. Келесі тапсырма. Үлгі бойынша диалог құрыңдар. Досыңнан не істейтінін сұра. Составьте диалог. Спроси у друга, что он будет делать. Мысалы, например, Әлібек сағат 9 болды. Сен не істейсің? Мен сабаққа барамын. Анель, сағат 1 болды. Сен не істейсің? Мен түскі ас ішемін. Кел жаттайық. Давайте выучим. Сағат уақыт бөлшегі, сағат өмір өлшемі,
Пайдалансаң дұрыстап, адастырмас ол сені. Есте сақта, запомни. Сағат неше болды? Сағат 8 болды. Мен мектепке барамын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк.